Әдейі тамақ жеп қойса, ораза бұзыла ма? Рамазан айында мұсылман баласы таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жеуден және нәпсі қалауларынан тыйылады. Бірақ кейде адамдарда сұрақ туындайды. Егер адам әдейі тамақ жеп қойса, оның оразасы бұзыла ма? Бұл маңызды әрі жауапкершілігі ауыр мәселе. Қасиетті Құран кәрімде ораза жайлы аятта: таңның ақ жібі қара жіптен ажыратылғанға дейін ішіңдер, жеңдер. Сосын түнгі дейін оразаны толық ұстаңдар делінген. Бұл аят оразаның нақты шекарасын көрсетеді. Яғни таң намазы уақыты кіргеннен кейін әдейі ішіп жеу оразаны бұзады. Бірінші, әдейі жеу мен ұмытып жеудің айырмашылығы. Ең алдымен екі жағдайды ажырату керек. Әдейі жеу адам өзінің ораза екенін біле тұра, саналы түрде тамақ немесе су ішеді. Ұмытып жеу адам ораза екенін есінен шығарып, байқамай жеп қояды. Пайғамбарымыз Мұхаммед пайғамбар оған Алланың сәлемі болсын хадисте: кімде-кім ораза екенін ұмытып жеп ішсе, оразасын жалғастыра берсін. Оны Алла тамақтандырды деген. Яғни ұмытып жеу кешіріледі. Ал әдейі жеу басқа мәселе. Әдейі тамақ жесе не болады? Егер адам ораза екенін біле тұра, қасақана тамақ жесе немесе су ішсе, оның сол күнгі оразасы бұзылады. Ол күнді міндетті түрде қаза етуі керек. Сонымен қатар үлкен күнә жасаған болады. Ораза исламның 5 тірегінің бірі. Оны себепсіз бұзу ауыр іс. Үшінші, кафарат, өтем мәселесі. Ғалымдар арасында кафарат, үлкен өтем мәселесінде талқылау бар. Көпшілік ғалымдардың пікірінше, егер адам Рамазанда әдейі ішіп жесе, ол қаза ғана өтейді. Ал егер әдейі жұбайымен жақындасу арқылы оразаны бұзса, онда кафарат міндеттеледі: 60 күн үздіксіз ораза немесе 60 кейді тамақтандыру. Дегенмен кейбір ғалымдар әдейі ішіп жеуді де үлкен күнә деп санаған. Сондықтан бұл жерде ең маңыздысы тәубе ету. Төртінші, егер әлсіздік себеп болса ше? Кейбір адамдар қатты шөлдеп немесе әлсіреп шыдамай тамақ жеп қояды. Егер денсаулығына нақты қауіп төнсе, онда ол адам оразасын тоқтатып кейін қазасын өтейді. Исламда адамның өмірі мен денсаулығы бірінші орында. Бірақ жай ғана қиындық немесе аштық сезімі оразаны бұзуға себеп емес. Бесінші, тәубе есігі ашық. Егер адам әдейі оразасын бұзып қойса, шынайы өкініш білдіру керек. Алладан кешірім сұрау керек. Қазасын өтеу керек. Қайталамауға ниет ету керек. Алла аса кешірімді. Бірақ адам бұл іске жеңіл қарамауы тиіс. Алтыншы, рухани жағынан. Ораза тек ас судан тыйылу емес. Ол сабыр, тақуалық, өзін тәрбиелеу мектебі. Қасиетті Құран кәрімде оразаның мақсаты тақуалыққа жету екені айтылған. Егер адам нәпсісіне еріп әдейі жесе, бұл рухани әлсіздік белгісі. Сондықтан Рамазан өзін бақылау айы. Жетінші, қоғамдық жауапкершілік. Оразаны ашық түрде әдейі бұзу қоғамға да теріс әсер етеді. Себебі Рамазан мұсылмандар үшін қасиетті ай. Сондықтан бұл іске жеңіл қарауға болмайды. Қорытынды: әдейі тамақ жеп қою оразаны бұзады. Мұндай жағдайда сол күнді қаза ету керек. Шынайы тәубе жасау қажет. Қайталамауға бекіну керек. Ұмытып жеп қою кешіріледі. Бірақ әдейі жеу жауапкершілік. Алла тағала ұстап жүрген оразаларымызды қабыл етсін, нәпсімізді жеңуге күш берсін. Әмин.